прогресстерге алып келетін дүние болатынына сенем. Және ол нәрсеге Аида сен де сенгеніңді қалаймын. Енді жаңылмайтын жақ сүрінбейтін тұяқ болмайды дейді ғой. Мүмкін жобаға уәде беріп қойып, ол нәрседен кішкене аңғалдықпен жаңылысып қалған кезім болған шығар. Бірақ ондай дүниелерге енді айдың 15 қараңғы болса 15 жарық дейміз ғой. Соның бір қазір 15-і бір қараңғы болып тұрған шығар, бірақ ертеңіне мүмкін жарық бір шуақтар көрінетін шығар деген ниетпен Аида мен сенімен шынайы ықылас, шынайы ниетпен болашақ көре тұра таныстық бастап көрсек және жауабыңды естісек. Аида, мынандай нәрсе де болса ханым, енді қанша жерден енді өз ақылыңмен өмір сүресің ғой, бірақ та бүйтіп басқалардың мнениесін қабылдамайын десең де бәрібір тиіп кетеді екен да, ол нәрсе жартылай өзіңе. Расул туралы айтылған әңгімелерді айтып жатсыз ба? Жоқ, сіз өзіңіздің нақты өз өміріңіз өз қолыңызда ғой. Айтып тұрмын ғой енді. Нені қалайсыз, соны шешім қабылдаңыз өзіңіздің қалауыңызбен. Тағы бір нәрсе айтып жіберейінші, қосып жіберейінші. Енді жаңа айтылып жатыр ғой, біреулердің мнениесі, әңгімесі деп. Негізі бұл қосылайық. Неше түрлі нәрсе айтылады, неше түрлі пікір шығады. Ол әр нәрсеге пікірге бүйтіп жаңағы шынайы түрде бүйтіп көзқараспен сол нәрсеге ойланып, сонымен кіріп кетіп өмір сүрсек, онда біз өз өмірімізбен өмір сүре алмай қаламыз. Өйткені әрбір адамда, әрбір көріп отқан көрерменде, әрбір осында отқан қатысушыда өзіндік пікір болады және оны ортаға салады. Сол нәрсенің каждыйына еріп кетсек, біз өз-өзімізді жоғалтып, өзіміздің негізгі мақсатымыз бен негізгі ішімізде тұрған ойды жоғалтып алуымыз мүмкін. Сондықтан әрдайым өзіңнің ойыңа қарау керек сияқтысын деп ойлаймын. Дәл қазір Балауса ханым, менің ойымда неше түрлі ой келіп тұр, мен сол үшін ойланып көргім келеді. Ойланам деп тұрсыз ба? Сіз Расулбектің ұсынысына ойланасыз ба? Әлде Елдар мен Расулбектің арасынан кімді таңдаймын деп ойланып отырсыз ба? Неге Елдар? Неге Елдар? Жоқ, біз оған келгелі вообще сөйлеспейміз да, қатысушы болып келгелі. Қосақтың сторисында айтыпсыз да? Бағана сөйлесіп қалғанымыз бар. Жасмин, не көрдіңіз? Сізде байқады деп естідім. Балауса ханым ал қалжың болған ғой? Қалжың емес. Елдар, микрофонда алыңыз. Балауса ханым, мүмкін ешкім білмей қалады, естімей қалады деп ойлаған шығар. Жоқ, ондай мәселе емес, просто біз жай сөйлескенбіз дос ретінде, негізі жалпы. Жайдан жай дос ретінде сезімін білдіре ме? Жоқ, мен ондай сезім білдірмедім, Балауса ханым. Бұрынғаннан танығаннан кейін енді бір салада жүргеннен кейін. Осы да жай ғана таныспын дедіңіз. Аида айтты, бұрын біз кішкене қыз жігіт ретінде сөйлескеніміз бар деген әңгіме болды. Осы жерде екеуіңіз бір-біріңізбен түсініспей қалған болатынсыздар. А сондай адамдар бір-біріне ойнап сезім білдіру қалай болады тіпті? Жоқ, бұрынғы сәттегі мақсат ол Балауса ханым ол шешілді деп ойлаймын, менің ойымша. Енді Расул сөз салып нетіп жатыр екен, енді Расул көрсін өз сөйлесіп. Мен жалпы негізі Аидаға ондай нем жоқ. Қыз бен жігіт ретінде ойым жоқ ондай жалпы. Жоқ, қатысушылар, мен сіздерді түсінбеймін тіпті. Кейде қарасам, сіздердің кәдімгідей бұрынғы жобадан тыс өмірлеріңізде Аиданың түсінігі бойынша қыз жігіт ретінде сөйлескен кездеріңіз болған. Сондай бір, қалай енді, біз айтамыз ғой, бар оймен, тышынтыларыңызбен дұрыс араласқан адамсыздар. Қазір келіп қалай бір-бірлеріңізге әзілдеп сезім білдіресіздер? Жоқ, енді Балауса ханым ондай әзілдеп сезім білдірген жоқсыз, просто бір салада жүргеннен кейін бір нәрсе сұрасам бола ма? Ол жерде Елдардың сезімі білдіріп жатыр деген әңгіме болды ма? Иә. Ондай әңгіме менің ойымша болған жоқ. Бұл жерде пайда жасымен қалжыңдап айтты да, біз түсіріп жатқанда Елдар айтып жатыр Аидаға ғашықпын әлі деген сияқты. Негізі арамызда ондай мүлдем әңгіме болған жоқ. Біз мүлдем басқа нәрсе. Ғашықпын деген сезім білдіру емес пе? Жоқ, Елдардың аузынан шыққан жоқ ондай сөз. Просто Жасмин оны сторисқа түсіріп жатқан әдейі көрді да, просто мен ғашықпын деп мойындап жатыр деген сияқты қалжың ретінде айтты да. Негізі на самом деле Елдар екеуміз. Жасмин яғни ойынан шығарып әзілдеді. Иә. Солай ма, Жасмин?
негізі ондай емес Балауса ханым. Шынымен де просто мынандай нәрсе ғой, біз енді осы күнге дейін қатысушы болып келгелі елдермен бірде-бір рет сөйлесіп амандаспағанбыз да, просто жаңа мен қасында отырғаннан кейін бір-екі ақыл сұрады да, мына жерде енді эфир бойынша деген сияқты ғой. Сол бойынша ғана сұрады. Атак былай артық біздің ортамызда әңгіме болған жоқ. Мен енді бұл жерде жай ғана Жасминнің қалжыңынан айтып отырған жоқпын. Мен қазір айтып отырғаным, Елдар бұдан бөлек өзінің жақын адамдарына да сіз жайлы айтып жүр екен. Жоқ, Балауса ханым. Оны сезген Аида қазір Расулбекке ойланамын деп отыр бәлкім. Елдар менімен ойнап сөйлесіп жүрсе, ертеңдері мүмкін басқаша сөйлесіп қалармыз. Бәлкім бір нәрсе пайда болар. Немесе, Елдар, мынаны қарасашы. Расулбек маған ұсыныс тастап жатыр, сен үндемей отыра бересің ба? Әлде саған бір ұсыныс жаңағы уақыт беру үшін мен бәлкім ойланармын. Жоқ, Балауса ханым, ондай бізде арақатынымызда ондай жоқ бізде негізі. Білмеймін мен. Ой, Елдар, сіз ол кезде де мойындамағансыз. Бұрынғыда қарым-қатынастарыңызды басқаша айтқансыз. Енді құрметті көрермен, бізде дәл қазір жарнама. Жарнамадан кейін Елдар қай қатысушыға Аида туралы айтып жүр, бірге білеміз. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Және де мен жаңа Елдар сізге айтқан болатынмын, сіздің жақындарыңызға да айтып жүрген жайтыңыз бар екен деп. Кімге айтып жүрмін деп ойлайсыз? Әлде бәлкім өзіңіз айтарсыз. Кімге не әңгіме айтып жүргеніңізді өзіңіз білетін шығарсыз? Ол енді Балауса ханым, мен ешкімге ондай нәрсе айтпағам. Негізі мен өзім жобаға қазір келіп отырмын. Просто Аидамен бізде бұрын сөйлескенбіз, бірақ жігіт ретінде, қыз жігіт ретінде сөйлеспегенбіз. Даже кездесуде болмады бізде, жай ғана жұмыс саласында сол кезде жүргенбіз. Бірақ оны мен өзім енді келіп жатқаннан кейін мен үміткерім бар мысалы. Өзім мен ондай тақырыпқа мен жоқпын негізі. Мен өзім по факту айтқанда өзім үміткерім бар мен негізі. Әңгіменің білемін негізі үміткеріңіздің бар екен. Бірақ мәселе үміткерім бар деп сіз құтылғыңыз келіп тұрған сияқты жаңағы айтылған әңгімелерден. Жоқ, Балауса ханым, мен просто өзіме не керек екенін өзім білемін да просто. Мен негізі әңгімеден қашпаймын, шындықтан қашпаймын, шындықпен айтатын адаммын негізі, Балауса ханым. Ау, Саламатсыз ба? сәлематсыз ба, қайырлы күн. Негізі мен бағана бір ситуацияны байқап қалған болатынмын. Енді екеуісінің арасында не бар екенін білмеймін жалпы енді. Мен бұрын бұлардың отношениясында болған жоқпын, көрген жоқпын. Енді бүгінге бір байқап қалғаным бар. Енді оны айтпаса, енді ренжіме бауыр білесің енді. Солай айту керек болып тұр енді. Бағана негізі ана сыртта тұрдық қой. Сыртта тұрдық, сол кезде қателеспесең бүгін кешкісін бірге қайтайық дегендей келтіріп жатқан енді жалпы. Балауса ханым. Жоқ, сіз ашып айтып жіберіңізші, түсінбей жатырмыз. Жоқ, екеуі бір районда тұра ма білмедім енді. Сол тарапта. Екеуі бір районда тұрады, бірге қайтамыз ба дегенде әңгіме отқан. Енді ол Иә, Балауса ханым. құлағым шалып қалған бар енді. Жоқ, ол әңгімені мен де естідім. Мен де тұрғанбыз, үшеуміз тұрғанбыз сыртта, эфирдің алдында. Асылжан, Елдар, мен және Аида келді. Сол кезде Елдар айтқан болатын просто. Егер сен бүгін Талғарға қайтатын болсаң, мен де сол жаққа қайтам. Бірге қайтайық, сен қай жолмен қайтасың деген сұрақ болды. Содан кейін Аида жауап берді. Мен жоқ, ол сезім бар нәрсе деп ойламаймын. Ол әңгіме әшейін былай әңгіме ғой, әшейін ауыз екі. Бірге қайта салайық деген. Екеуіне де тиімді шығар, может, бірге қайтқан. Иә, Жасмин. Балауса ханым, мен өсекшілік болмайды ғой. Бауырым деп екеуің бірге жүрсің ғой. Жоқ. Екеуі бір жерде емес, бір Талғарда тұрады екен, барымыз білеміз. Аида да Талғарға барады, бұл жігіт та Талғарға барады. Жасмин, негізі сен ғой әңгімен соң әңгімен бастап отырған негізі ше? Иә, мен не деп бастадым, мен айттым ғой, мен қалжың ретінде айттым оны деп. Мен бұлар деген артымда отырып сөйлесіп жатқан негізінде. Негізі әр қалжыңның артында бір шындық бар да, негізі. Енді мен бүйтіп өзім ойымды айтып сол шындықты білесің ба? Ау? Білесің ба сол шындықты? Менің ойымда лично, менің ойымда былай, просто может быть Аида да былай сезім болмаса дағы бұрында болған нәрселері, может, Расулға бірдеңе бар, может, Расулға сенгісі келеді, бірақ ол сеніп тұрған жоқ Расулға. Ал Аида өз біліп тұрады, мен пайдаланып кетеді, қазір пайдалану үшін осы нәрселерді істеп тұр дейді. Бірақ Елдар мен екеуінің ортасында мен ойлаймын ештеңе жоқ деп. Бұлар деген жай артында отырып сөйлесіп отырған, типа
мен көшейін деп тұрмын центр жаққа, сол жайлы пландарын айтып, енді екеуі бұрындан таныс қой. Бізмен жақсы араласа алмаса да, Аида мен араласып тұратын жайы бар. Сол. Иә, Эльдар? Баласахан айта кетейінші, мен негіз просто біз өзіміз бір Талғар қаласында тұрамыз негіз жалпы. Шындықты әңгімені айтқанда просто мен ол кісіден сұрадым. Бірге қайтайық деп бір жерде тұрамыз ғой енді, как бы. Мен өзім кәкесі айтқанда Айдаға мен сезім жоқ, шындықты айтқанда. Иә. Өзім де шок болып отырмын анда жағдайдан кейін. Сізге қарап мен күлкім келіп отыр. Тіпті жоқ, онда сырған ештеңе жоқ қой бір болғаннан кейін енді жоқ деп айтыңыз. Бірақ біз енді естігеніміз сұрап жатырмыз ғой, сырттағыларға жаңағы бір әңгімелер болып қалады екен, бірге апарып тастағысы келеді екен, бәлкім бұрынғы бір араларындағы талмай қалған дүние жалғасып кеткісі келіп тұрған шығар. Аида неліктен өткен жолы білесіздер ғой, естеріңізде сағатқа байланысты, білезікке байланысты әңгімелер болған кезде Аиданың біз реакциясы кішкене басқалау болды. Қазір неге өзгерді екен, оған елдердің қандай қатысы бар екен деген сияқты. Оның үстіне жасымен әзілдеді. Соның барлығы келгеннен кейін сұрап жатырмын, сіз кәдімгідей жаңағы ақталып кеттіңіз қатты соған. Күліп жатқан. Жоқ, Баласахан негізі Эльдар былай айтқысы келген ғой. Ештеңе жоқ, ең бастысы ештеңе жоқ екенін біліп алайық деп жатқанбыз ғой. Баласахан негізі сезім жоқ, Айда деген. Иә. Жақсы. Үміткеріңіз бар, Талғарда тұрасыз, барлығын білдік. Ой, екеуіңіз бір жерде тұрасыздар, жақсы. Жоқ, Баласахан айтайықшы. Негізі жаңа Эльдармен рекламада сөйлесіп қалдым да, айттым, жоқ, ол айтты, негізі олай емес деп. Просто қазір бір сасқалақтап айтамай тұр ғой. Менің ойымша Эльдарда ешқандай сезім жоқ. Бірақ енді Айданың тарапында бәлкім болып қалуы да мүмкін да негізінде. Бірақ енді Эльдардың тарапында жоқ ол нәрсе. Эльдар оны мүлде түсінбеген сияқты. Иә, ол вообще ойбай деп сұраған кезде жоқ деп отыр ғой негізі. Жақсы, енді Аида, сіз Расулбекке... Аида жақтан бір бәле десе осы бар ғой, Алишердің маған бір ұстап алған бір бәлесі бар ма, білмеймін да енді. Менің сезіміме бәрден жауап бере салады екен осында отқандардың бәрі. Просто анандай нәрсе, менің Эльдарға қарата ешқандай артық бір ұнату, жігіт жағынан енді әркімнің өзінің типажы болады ғой, например. Просто енді бұрын сөйлескеніміз ол балалық деп есептей саламын мен қазір ол нәрсені. Потому что 4 жыл бұрын болған нәрсе ғой ол кезде. Қазір мен просто Эльдар екеуміз жаңағыда айтқанда бір жерде тұрғаннан кейін, сол себепті енді бір жобада отырғаннан кейін таныс болғаннан кейін сәл бетіп ақылымды айтып отқаным болды ол жерде. Болды. Артық ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ. Ал енді Расулға. Мен Расулға жаңағы сіз айтып жатқандай сағат туралы әңгіме болды деген сияқты енді жымиып деген сияқты әңгіме айтып жатсыз ғой енді. Просто былай ғой, негізі менің қазір шынымен де ойым шатасып жатыр да жан жақтан. Я мен өз өмірім, өзім білем ғой, қандай таңдар жасасам да, бірақ та мына жақтан қанша адам айтып жатқан нәрселердің бәрі қабылдамай қояйын десем де тиіп кетіп жатыр да маған. И сол ойдың бәрі мен қазір басымда, в общем, жоқ, неге бірнеше ой? Негізі қазір сіздің үміткеріңіз жоқ, иә? Иә. Расулбек сізге ұсынысын тастап отыр. Басқа әлде мазалап жүрген жігіттер бар ма? Жоқ, ондай жоқ Баласахан, ешқандай. Просто менің шынымен де кешегі ситуация бар, оның алдындағы ситуация бар деген сияқты ғой енді. Сол себепті де мен соның бәрін қазір ойымнан шығара алмай жүрмін да кешегі нәрселерден кейін. Сол себептен мына жақтан тосын сый болып, мына жақтан Расул мынандай әңгіме айтып отқаннан кейін мен вообще андай миым қабылдай алмай жатыр ол нәрсені. Сол себепті мен ойланып көргім келеді. Зарина түсініп отырған сияқтысыз Аиданы. Мен негізі Аида өте ақылды қыз ғой. Менің білуімше бір ақылмен шешетін қыздың бірі. Сосын мына жерде енді кеше ауыр ситуациялар болып жатыр. Бір қолдау күтті да бұл кісі. Эльдардың тарапынан күтті. Эльдармен кішкене сөйлесіп жымиып, көңіл күйі жақсарып отыр. Және қазір Расулбектің тарапынан мүлде ойы жоқта. Ол біліп отыр, жобадан шықпас үшін сөз салып отқанын, бірақ соны қызғандыру мақсатында қазір не жоқ демей ойландырып отыр. Эльдар қашан маған бір қадам жасайды екен деген сияқты. Бірақ түптің түбінде осы жобада отырып екеуі бір таныстық бастайтыны бар негізі ше. Қазір жасамайды. Бұл нәрсе бір осы жердің аурасы болады ғой, бір бұрынғы өткен нәрсені бір еске салып жіберетін, бір өшіп қалған сезімдерді лаулатып жіберетін бір әсері бар Қостанай жобасының. Бір күндердің бір күнде екеуі бастайсыңдар бәрібір.
лучше қазір мойындай салған дұрыс шығар деп балауса ханым, енді бұл жерде бір айтып өтетін жағдай, енді Аиданы барлығымыз білеміз, сөздің түбірін барлығын кәдімгі әдемілеп тұрып жеткізіп, не туралы болып жатыр, қалай болып жатыр, барлығын нақ айтатын қыз ғой. Именно осы жаңағы елдардың әңгімесінен кейін кішкене бұл қызда сөзден жаңылысып кетіп, кішкене енді кешегі ситуацияларға байланысты деп ақталып жатқаны бар да, бірақ та енді бұл жігітке кішкене бір көңілі дұрыс жағынан бар екені көрініп тұр. Неге? Өйткені рас ол кішкене жаңа сөз салған жағынан басқаша кетіп қалып жатыр, енді нақты түсіндіріп айта алмай қалды. Мына жақта Аида негізі елдардан қадам күтті, жаңа сөз салып қалар деген сияқты, дұрыс шығар. Но бірақ енді елдар кішкене енді үміткерім бар, анау-мынау деп сөзден бұл да қашып жатыр. Негізі бір түптің-түбі осы екеуіне бірдеңе шығатын сияқты көрініп тұр маған да. Ринат? Саламатсыз ба балауса ханым? Мына жерде мен балдарға таңғалып отырмын да, ұлдарға. Бір досым дей ма, дос деп бір-бірін арқасап пышақ ұрып жатыр, мысалы деймін. Аида, мен мысалы мына осы эфирде мен дейтін бір айдан астам қараймын ғой, бір айдан. Расулбекті де көріп жүрмін, мына елдерді уже бір аптаның көлемінде болды, оның алдында үміткер болып жүрді. Одан кейін былай қатысушы келіп отырды. Аида просто ақыл тыңдасаң ойланып көрем деп жатсың ғой. Мен екеуіне де сені қимайым бар ғой. Екеуі де сенің нең емес, теңің емес сенің. Просто андай өйткені мына жерде балдарымды андай түсінбей отырмын да. Күтті біреу бір нәрсе баста жүрсе, соны іліп алып кетеді. Просто олай қате болады да балауса ханым. Аидаға айтатын нем ғой, ақылым. Жақсы, Аида. Кеңес, ақыл, пікір барлығын тыңдадыңыз. Мен айтып жіберейінші балауса ханым, бір ауыз. Айтыңыз. Негізі мен Аиданың иә деп айтатынына сенімді болып жатқам негізі. Просто мына жерде андай нәрселер кетті да. Расул игрок деді, Расул жобана шықпас үшін сондай бірдеңелерді ұйымдастырады деді. Оған сенбе, тағы біреу айтып қалды, сен пайдаланып кетейін деп тұр деген сияқты. Сондай әңгімелерден кейін неше түрлі ойға түсіп, ойланып қалғаны бар ау деймін. Негізі сондай. Расулбек, бәлкім сіз сенімді болған жоқсыз. Сенімді болсаңыз, бәлкім Аида иә дер еді. Жоқ, енді адам өзгерте алады ғой, негізі. Неше түрлі пікірлер бар. Балауса ханым. Тыңдайық, соңғы рет сұрайыншы, Аида. Онсыз созылып кетті. Bir нәрсе айтсам бола ма? Жаңа қайта айтылды. Менің ойымша Жасмин сіздің пікіріңіз түсінікті. Жаңа да айттыңыз ойыңызды. Аида, сізден тыңдайық. Шынымен де балауса ханым, маған бір күн уақыт беріңіздерші, мен ойланғым келеді шынымен. Біраз уақыт өтті, негізі бір ортада отырсыздар, жалпы бір адамға деген ойыңыз шамамен белгілі болатындай уақыт болды ғой негізі. Уақыт беруде тұрған ештеңе жоқ, жай ғана мен ертең не, бүгін не, бір күннің айырмашылығы не деп ойлап отырмын. Жаңа айтып өткенде енді кешегі ситуация бар, бәрі уже миымда андай болып жатыр да, менің давка болып жатыр жан-жақтан. Сол үшін мен қазір Расулдың айтқан жағынан да мен қатты ойланып қалдым да. Сол үшін ойланып көргім келеді. Расулбек, ойланамын дейді. Ойлансын енді. Жақсы. Айсұлу, жайғасыңыз. Екінші өтініш, Айсұлу. Сіз туралы осындай бір әңгімелер, жеңіл әңгімелер. Жайғаса беріңіз, орныңызға отыра беріңіз. Қыз баласы ретінде, бәлкім сізден жасым үлкен шығар, білмеймін жасыңызды, бірақ дегенмен Айсұлу, мұндай сөздерді ерткен артыңыздан өзіңізге жақсы ата келмейді. Сондықтан да өзіңіздің абыройыңызды ойласаңыз, өз шекараңызды қойып, ер азаматтардың барлығын бірдей дос санау, барлығымен бірдей жақсы араласу міндет емес. Ең бастысы осы жердегі мақсатыңыз өзіңіздің адамыңызды табу ғой. Сондықтан соны ұстанғаныңыз дұрыс деп ойлаймын. Расулбек, сіз күтесіз. Жауабын ертең Аида айтады. Ертең. Жақсы, жайғасыңыз.